Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына Түркістан облысының Түркістан қаласында орталығында 25-і 3 наурызда 2025 жылы мынандай жағдай болды. Мына Қызылорда тас жолына шыға берер жерде мынау Асанбай поворотынан кейін, светофорынан кейін алдымыздан 707 ОЖЖ деген 17-ші регион серебрийский ма семерка шығып қарсы бағытпен кеп соған моға өттенді. Тиген жоқ, бірақ сөйтіп балам сплошной полосаның басқа бетінде келе жатсың деп, сенің жұмысың болмасын деп балаға сөздер айтып, қайтып артымыздан шығып, қайтып сол полоса қарсы бағытпен өтіп кетті да. Ол туралы біз полицияға звондадық. Полиция, как всегда, барлығы осы жаңа қала жақта көшенің бойында тұрады, не істеп тұратынын білмейміз. Полицияға жарты сағат жаңағы машинаның артынан жүрдік, тағы да бірдеңе ұрылып қала ма, шегіп алған ба, ішіп алған ба деп, бір апатты жағдай бола ма деп артынан жүрдік. Полицияны еш келтіре алмадық қой. Сосын өз жұмыстарымызбен кеткенбіз. Екісі звондап тұр, осындай жаңа полицияның аты Әсет болу керек, звондап тұр, осындай жаңағы Майлин көшесіне келсеңіз деп барсақ, как всегда ақталу басқа, полицияға сол жерде шара көріңіз деп видео регистратордағы нелерді бердік. Бірақ бүгінгі күнге дейін полициядан ешқандай хабар жоқ та. Бізде қылмысты ашу үшін көмектессең, заң бойынша марапаттау бар, алғыс хаттар бар. Бірақ Түркістан облысының полициясы өзінің істемеген іс-әрекетіне осындай көмек көрсеткен адамдарға бүгінгі күні бұл қайта халықтың көзі ашылып осындай ортақ болмасын дей ма, жоқ, бұндай нарушениелер полицияның басқа жерін толтыратындай жағдай ма? Осыған құрметті Түркістан облысының департамент басшысы Қабденов Мұрат мырза жауап берсеңіз екен. Қандай шара көрді? Үлкен нарушение, олар қалай, не мақсатпен өтті? Жаңа балаға сөздерін айтып кеткеннен кейін біз басқа адамдардың өміріне қауіп төне ма деп қорқып, соның артында жарты сағат жүрдік, айтып отырық. Ал жаңа полицияға хабарластық, қандай шара көрдіңдер десек, оны департаменттен сұраңдар дейді ғой, департаменттен сұраңдар. Ал сол нарушениені көріп, полицияға көмек беріп жатқан адамдардың мысын басылма бұл. Неге бұларға шара көрілмейді? Жаңа Әсет деген сол протокол толтырды ма, толтырмады ма? Полицияны дисциплиналық неге шақыруларын сұраймын полицияны. Өйткені полиция маған қызмет етуші, менің қауіпсіздігімді сақтаушы ол. Маған полицияның қалтаңдап, маған өркөкіректі көрсеткеннің керегі жоқ. Ол генерал болса да, полковник болса да, менің қауіпсіздігім солардың қолында. Кімнің кімге қызмет жасайтын шатастырып келе жатыр бүгінгі дейін. Ол халықтың әлі көзі ашылмағандығының арқасы болар. Бірақ осындай үлкен нарушениелерге көмек бересің, рахметі де жоқ, басқасы да жоқ. Ал сол кезде сол біреуді қағып кетсе, басып кетсе, өрескел заң бұзып келе жатыр. Неге оған хотя бір алғыс айтып, осындай сіздің көмегіңізбен осындай іс-әрекет болды, алдын алдық осындай іс-әрекеттің демейді полиция? Неге бұлар бізден тұрақ қашады? Өйткені жоқ, көлденең табыс көзі ма деген күдік те туындайды кейде ше, осындай іс-әрекеттерден. Содан кейін полицияны шақырсаң, міндетті түрде бірнеше уақыт кешігіп береді. Сол семерканың артынан біз 5 светофорға дейін жүрдік, бірдеңе ұрынып қала ма деп. Полиция қарама қарсы өтіп кетті. Бізде мынау 102 сым тетегінде отыратындар Түркістан қаласының бағыт бағдарламасын білмейтіндер болу керек. Өйткені айтып жатсаң, ориентировка қалада еш жоқ та. Таныс тамырда әкеп қоя ма? Неге оны осы қаланы жетік білетін адамдарды отырғызбайды? Айтып жатсаң, көшелер сұрайды. Түркістан қаласының көп көшелерінде көшенің табличкалары ілінбеген, өкінішке орай, сондай әлі көрінетін жерлерде ғана ілінген. Өкінішке орай көшені сұрайды. Ол көшені біз қайдан білеміз? Қай номерін екенін қайдан білеміз? Ол тұрғындар өздері де ілмейді, одан қаладан да ілінбейді. Осындай бір келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Сондықтан сым тетікке де қаланы 5 саусағындай білетін мамандарды отырғызсаңыздар екен. Сөздің шыны керек, шаршайсың дейді. Звондап жатсаң, ол қай жер, ол мына жер. Бізде енді райондармен айтылады, ремзавод, хлопзавод, жолдың асты, немесе Бохина дейді, қала дейді, Тельман дейді. Айтып жатсаң, ол қай жер, мешіт, қандай мешіт, орталық мешітте де айтып түсіндіре алмаған кездеріміз бар да. Осындай қолайсыз нәрселерге көз жұма қарамауларыңызды сұраймын сіздердің, құрметті полицейский мырзалар.
шарасын көресіңдер деген ойдамыз. Рахмет. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожанұлы Әлқожа.